Біздің дамуымыздың бұрынғы моделі өз әулетін сарқып болды. Біз артық реттеп, жеткілікті инвестиция салмай отырмыз. Егер алдағы 2 жылда әдеттегі жоспарды ұстансақ, нарықтан шығып қалуымыз мүмкін. Марио Драги жаңа ғана баяндама жариялады. Оның мазмұны өте пессимистік болып көрінеді. Одақтың ыдырауы мүмкін және біз өте маңызды сәттің алдында тұрмыз. Бұл шындық деп ойлаймын. 3 қазанда Берлинде өткен ғаламдық диалог конференциясында Эммануэль Макрон осылай мәлімдеді. Франция президенті өз сөзінде экономикалық салада ақш пен Қытайдың Европаны әлдеқайша артта қалдырғанын атап өтті. Сонымен қатар Қытай мен ақш дүниежүзілік сауда ұйымының ережелерін енді ұстанбайтындықтан Евроодақтың да бұған бағынуы шарт емес екенін қосты. Франция президенті Евроодақтың аман қалуын қаласа, Марио Драгидің баяндамасында берілген ұсыныстарды тез әрі тиімді жүзеге асыруға шақырды. Эммануэль Макрон өз жалынышты сөздерінде көптеген европалықтардың іштей ұзақ уақыттан бері сезіп келе жатқанын айтты. Біріншіден, бірнеше жылдан бері Қытай инновациялар пойызымен Европаны қуып жетуде. Екіншіден, қайта индустрияландыру саясатында сүйене отырып, ақшты яғни технологиялық көшбасшыларды қуып жетуде. Ал Европа ше, кемшілікті сынай отырып, Евроодақ жасанды интеллектті реттеудің ең үлкен ережелер жинағын құрастырып үлгерді. Ал бұл революциялық технология Европада дамып үлгерген жоқ. Бүгінде қазіргі әлемнің ірі экономикалық державалардың ешқайсысы Европалық одақта сияқты қатты артта қалып жатқан жоқ. Әрине, Евроодақ туралы айтқанда біз 27 түрлі елді айтып отырмыз. Енді 2008 жылғы қаржы дағдарыстан кейінгі нақты жалпы ішкі өнімнің өсуіне назар аударайық және оны ақш-пен салыстырайық. Экс-экономист Oxford Economics платформасында Дэниел Крал жариялаған осы картада біз соңғы 16 жылдағы инфляцияны ескере отырып жинақталған өсімді көреміз. Ол жерде Польша бар. Автор атап өткендей, ол басқа деңгейде ойнауда. Нақты жалпы ішкі өнім 60%-ға өсті. Жалпы орталық және шығыс Европа аймағының жағдайы өте жақсы көрінеді. Мұнда Румыния, Литва, Словакия, Венгрия және Болгарияда бар. Алайда көптеген адамдар үшін қуатты ақштың осы елдермен бірдей қарқынмен өскені шок болуы мүмкін. Соңғы 16 жылда бай ақш экономикасы таңғаларлық 30-60%-ға өсті. Теориялық тұрғыда картада европалық елдердің басым көпшілігі аздап болса да өскенін көрсетеді. Бірақ та ақш пен тікелей салыстыру нақты айырмашылықтың ауқымын ашады. Мұны салыстыру картасынан анық көруге болады. Евроодақтың тек 3 елі ғана Америкадан артта қалмады. Бірақ олардың бәрі бастапқыда төмен деңгейден басталып, орташа көрсеткіштен төмен болды. Ал қалғандары қатты артта қалды. Италияны айтпағанда, Грекияның көрсеткіші 2008 жылғы деңгейден әлі де төмен. Испания, Португалия және Финляндия іс жүзінде тоқтап қалды. Соңында Карл ұлының мұрасы саналатын қазіргі Евроодақтың өзегі Германия мен Францияның экономикасы 16 жылда тек 15%-ға ғана өсті. ақш пен салыстырғанда Европаның осы қозғалғыштары Америкадан 20%-ға артта қалды. Бұл үлкен айырмашылық. Бұл өзгерістерді номиналдық өсім графигінен одан да айқын көруге болады. Дүниежүзілік банк мәліметтері бойынша 2008 жылы Евроодақтың жалпы ішкі өнімі 16,3-10 триллион доллар құрап, ақштың 14,8 триллион долларын жоғары болды. Әрине бұл көрсеткішке шығыс елдерін қоса отырып, біраз манипуляция жасалды. Алайда содан бері одақ экономикасы номиналдық тұрғыдан бар болғаны 2 триллионға өсті. Ал бұл уақытта Америка ше, оның экономикасы шамамен 2 есе ұлғайып, қазір 27,4 триллион долларға бағаланып отыр. Оның үстіне банк сарапшыларының пікірінше 2025 жылы Евроодақ номиналдық тұрғыдан Қытайдан да кіші экономикаға айналды. Бірақ бұл әлі бәрі емес. Deloitte Global экономикалық зерттеу орталығының болжамына сәйкес, биыл ақштың жалпы ішкі өнім өсімі 2,7%-ды құрайды. Ал Евроодақ экономикасының өсуі шамамен 1%-ға ғана бағаланып отыр. ақштың алға шығуы жалғасады. Бұған атап айтқанда, американдықтардың протекционист тарифтері мен жаңа өнеркәсіптік саясат түріндегі қосымша экономикалық
турбокомпрессорларды іске қосуы себеп болып отыр. Бұл туралы біз ақштың өнеркәсіптік қуатының қайта оралуы материалында толығырақ айтқанбыз. Ай сайын өндірістік құралдары инвестициялар 90 сайын 60-70 миллиард доллардан шамамен 140 миллиард долларға дейін өсті. Индекс 2 еседен астам артты. Бұл ақштың өнеркәсібінде өзгерістер келе жатқанның белгісі. Реиндустриализация процесі қарқыны мен динамикасы бойынша ақштың таң қалдыруы мүмкін. Бұл үшін тек бір ғана нәрсе қажет: шетелдік капиталдың ақшқа деген сенімін қайта қалпына келтіру. Бірақ Америка тек салыстырудың бір нүктесі ғана. Ал 2000 жылы Евроодақ экономикасы Қытайдан 2 есе үлкен еді. Олар теңесу үшін бар болған 23 жыл қажет болды. Ал кейін Қытай экономикасы алға шықты. Бұл технологиялық өзгеріс бір ғана ұрпақ ішінде болды. Қытайдың да өз мәселелері бар. Жылжымайтын мүлік секторынан бастап инвестицияға дейін және демографияға байланысты қиындықтар. Бірақ пессимистік болжамдар Қытайдың өсуі қарқыны ескі құрлықтан 2-3 есе жоғары болатынын көрсетеді. Қытай өзінің дамуын энергетикалық көшуге және соған негізделген өнеркәсіпке байланысты технологиялармен әлдеқайда жақсы байланыстырады. Күн панельдерін, жел турбиналарын және электромобильдерді өндіретін европалық компаниялар біртіндеп әлсіреп, ақырында қытайлық компаниялардың бәсекелестігіне төтеп бере алмай, нарықтан ығыстырылуда. Батарея өндірісі саласында европалықтар іс жүзінде тоқырау күйінде. Бұл туралы біз Қытай Европаны Евроодақтың жасыл келісімі арқылы қалай бағындыруда атты материалды толығырақ айтқанбыз. Қазіргі таңда одақ 2 ірі бәсекелестің артында қалуда. Егер бұл теріс тенденцияны бұзбаса, Евроодақ құлдырауын жалғастырады. Сол кезде Европалық одақ ұғымы тарихқа кетуі мүмкін. Егер барлық европалық елдердің дамуына жаңа серпін беруі тиіс болған формат олардың дамуын тежейтін якорға айналса, Евроодақтың ыдырауын жақтайтын үндер күшейе түседі. Бұл үндерді қазірдің өзінде радикалдық топтардан анда-санда естуге болады. Бай Европа өз әлсіздігі мен инерттілігін жасыра алмайтын бұрынғы державаға айналама. Ғасырлар бойы үлкен байлықты жинаған мемлекеттер саяси дағдарыс кезінде өз әлсіздіктерін сездірсе, олардан кім көрінген тартып алады. 19 ғасырдағы Қытайдың байлықтарын европалық державалардың иемденуі осының айқын мысалы. Точно так же, как в XIX веке богатства Китая, парализованного политическим кризисом, были присвоены европейскими державами. Егер үлкен мүмкіндік болса, әрі оған деген қызығушылық туындаса, қалғаны тек уақыттың еншісінде. Сондықтан қазір дабыл қағатын уақыт келді. Бұл дабыл 2024 жылдың қыркүйегінің басында естілді. Бірақ оның тым кеш болмағаны және Евроодақты түбегейлі өзгерістерге итермелеуге жеткілікті деңгейде қатты шыққаны белгісіз. Айтқандай, бұл үшінші мүмкіндік. 21 ғасырдың басынан бері Европалық одақ өз экономикалық даңқын қайтару үшін 2 ауқымды стратегияны жүзеге асыруға тырысты. Біріншісі сәтсіз аяқталды, екіншісі апатқа келді. Сондықтан үшінші мүмкіндік уақыты келді. Егер бұл да сәтсіз болса, онда бұл мүмкін одақ үшін соңғы болуы мүмкін. Енді Драги баяндамасын қарастырып, қазіргі жағдайды бағалау үшін тарихқа көз жүгіртейік. Добро пожаловать в рапорт 20-х. Жиырмасыншы жылдардағы есепке қош келдіңіз. Еуропадағы экономикалық өсім ұзақ уақыт бойы бәсеңдегенімен, біз бұған дейін оған назар аударған жоқпыз. 2 жыл бұрын біз мұнда бүгінгідей әңгіме жүргізбеген болар ек, деді Марио Драги. 2024 жылдың 9 қыркүйегінде Брюссельде өткен арнайы баспасөз конференциясында. Бұған дейін Европалық комиссия төрағасы Урсула фон де Ляйен ұзақ баяндама жасап, бұрынғы Европалық орталық банктің басшысы және Италияның премьер-министрі болған Драги әзірлеген баяндаманы таныстырды. Евро аймақты 10 жыл бұрын дағдарыстан құтқарған әрекеттермен танымал тұлға. Фон де Ляйен айтуынша, 1 жыл бұрын ол Драгиға қоңырау шалып, Европа экономикасының нашарлауының себептерін зерттеп, есеп дайындауды ұсынған.
Бірнеше күндік ойланудан кейін Драги бұл міндетті өз мойнына алып, Еврокомиссиялардың, комиссия қызметкерлерінің, ғалымдардың және компаниялар мен аналитикалық орталықтардағы сарапшылардың көмегіне жүгінді. Жалпы есепке 230-ға жуық ақпарат көздері, оның ішінде экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы, халықаралық валюта қоры, сондай-ақ бас, Amazon және Google сияқты компаниялар қатысты. Дарон Аджемоглу мен Оливье Бланшар сияқты белгілі экономистер де атсалысты. Симптоматично, что в докладе Драги не принял участие Айта кетерлік, Драги баяндамасын орталық Европа елдерінен бірде-бір адам немесе ұйым қатыспады. Оларды одақтың мүшесі бола тұра, соңғы 16 жылда ескі одақ мүшелеріне қарағанда әлдеқайда жақсы дамыды. Осылайша, Марио Драги өз байқамай, қауымдастықтың ескі және жаңа мүшелерге тең дәрежеде қарамауы секілді тағы бір проблемасын көрсетті. Дегенмен баяндаманың өз европалық одақтың экономика саласындағы ауруының белгілерін дәл сипаттаған сияқты. Марио Драги мұны одақ үшін экзистенциалдық сын-қатер деп атады. Пресс-конференцияға қатысушылар оның "Енді біз бұл мәселелерді елемей алмаймыз. Жағдай өзгерді" деген сөздерін естіді. Әлемдік сауда азайды. Қытай бізге аз ашық бола бастады және іс жүзінде барлық жаһандық нарықтарда бізбен бәсекелесуде. Біз арзан энергияның басты жеткізушісі Ресейді жоғалттық деп қосты ол. Итальяндық саясаткер бұл мәселелер тізіміне кез келген әскери қауіпке қарсы тұру үшін қорғанысты әзірлеу қажеттілігі мен тереңдеп бара жатқан демографиялық дағдарысты да қосты. Алайда оның сөзіне ең маңыздысы, ақырында Евроодақ саммиттерінде Брюссельдің ең жоғарғы деңгейдегі басшылар халықтың әлдеқашан сезген шындықтарын ашық айта бастауы, яғни қауымдастық баяу, бірақ сенімді түрде батып бара жатыр. Брюссельдегі саясаткерлер мен шенеуніктер, сондай-ақ одақтың ірі елдерінің элитасы мәселелерді анықтап, шешудің орнына олардың елемеуге тырысуда. Сондықтан Европалық орталық банктың бұрынғы басшының аузынан шыққан мына сөздер өте маңызды. Егер елдер экономикалық бәсекеге қабілеттілігін қалпына келтірмесе, олар жаңа технологиялар саласындағы көшбасшысы, климаттағы қорғау үлгісі және жаһандық сахнадағы тәуелсіз ойыншы бола алмайды. Драги баяндамасында осы конференцияда айтылған диагноз терең талданып, егжей-тегжейлі құжатталған. Бұл құжат одақтың ең әлсіз тұстарының нақты суретін көрсетеді. Мысалы, Европада Қытай мен ақш алыптарымен, әсіресе даму үшін маңызды салаларда бәсекелесуге қабілетті ірі компаниялар жетіспейді. Баяндамада әлемдегі ең маңызды 50 технологиялық компанияның тек 4-еуі ғана европалық екені айтылған. Алайда біз сіздер үшін дайындаған графикте көрсетілгендей, қазіргі уақытта Евроодақтан алғашқы 50-ке тек 3 компания ғана кіреді. Бұл тізімде американдық компаниялар басымдыққа ие. Біз олардың тек 10-ын ғана графикке енгіздік, бірақ барлығы 36 компания осы топ 50-де тұр. Бұл сурет Европаның интернет басқарған цифрлық революцияны жіберіп алғанын және осылайша осы үрдістермен байланысты өнімділіктің өсуін де жоғалтқанын көрсетеді. Оның үстіне технологиялық артта қалушылық пен инновациялық айырмашылықты еңсере алатын компаниялардың жоқтығы Евроодақтың демографиялық дағдарысымен шығуда. Баяндамада жұмыс күшінің саны 2040 жылға дейін жыл сайын шамамен 2 миллион адамға қысқарады. Өсімді ынталандыру үшін бізге еңбек өнімділігіне көбірек сенуге тура келеді делінген. Ал еңбек өнімділігі, немесе дәлірек айтсақ, Евроодақтағы еңбек өнімділігінің индексі ақш пен салыстырғанда қазірдің өзінде теріс көрсеткішке ие. Драги баяндамасында, егер 2015 жылдан бастап Евроодақ еңбек өнімділігінің орташа өсу қарқынын сақтап қалғанда, бұл 2050 жылға дейін жалпы ішкі өнімнің тұрақты деңгейде ұстап тұру үшін жеткілікті болар еді делінген. Ол бұл көрсеткіш жақсармаған жағдайда қауымдастықтың жалпы ішкі өнімі қысқара бастайтынын ескертеді. Айта кетерлік, еңбек өнімділігі инновациялармен және жаңа технологияларды жасаумен тығыз байланысты. Европада мұны жүзеге асыру өте қиын болып отыр. Баяндамада айтылғандай,
Евроодақтың ірі компаниялары жетілдірілген бірақ серпінділік әлеуеті шектеулі технологияларға маманданған. Сондықтан олар зерттеу және даму саласында өздерінің америкалық бәсекелестеріне қарағанда 270 миллиард евро аз қаржы жұмсайды. Жалпы Европада әлі де экономикалық тұрғыдан 20 ғасырда негізі қаланған автомобиль компаниялары басым. Ал Атлант мұхитының арғы жағында 21 ғасырдың басында интернеттен революция дәуірінде құрылған компаниялар көш бастап тұр. Ең сорақысы Евроодағы өзгерістерге мүдделі капитал жетіспейді. Көптеген европалық кәсіпкерлер қаржыландыру үшін америкалық венчурлік капиталистерге жүгініп, өз бизнестерін ақш нарығына кеңейтуді жөн көреді, делінген Драги баяндамасына. Сондықтан Евроодақтағы құрылған құны 1 миллиард доллардан асатын бір мүйізді стартаптың 30%-дан астамы Европадан көбінесе ақшқа көшіп кеткен. Бұл жағдай жаңа технологиялық революцияның, атап айтқанда жасанды интеллекттің озық үлгілерінің қарқынды дамуынан туындаған кезеңде күрделі проблема туғызуда. Баяндамада атап өтілгендей, Европа бұл сынақты қабылдау керек, өйткені ол өткен ғасырдың ескірген технологиялар мен салаларында қалып қоюға жол бере алмайды. Бірақ бұл өте қиын, себебі жасанды интеллект революциясында шығармашылық үлес қоса алатын техникалық мамандарды дайындау сапасы нашарлауда. Оның үстіне бұл технологияның дамуына жағдай жасаудың орнына Евроодақ әуелі жаңа пайда болып келе жатқан нарықты реттеумен және оның өсуін шектеумен айналысады. Ал америкалықтар мен қытайлықтар керісінше әрекет етуде. Олар бұл технологияларға кең жол ашып, оның дамуын ынталандыруда. Бұған қоса Евроодақтың декарбонизация жоспары елдердің бәсекеге қабілеттілігі мен дамуын арттыруға көмектеспей отыр. Бұл мәселе баяндамада аз ғана қозғалған, ал декарбонизация болашақ үшін ең үлкен мүмкіндіктердің бірі ретінде сипатталған. Ал қазіргі уақытта баяндамада энергия тасымалдаушылардың бағасы ең жоғарғы деңгейден айтарлықтай төмендегенімен, Евроодақтың компаниялары электр қуатына ақш-қа қарағанда 2-3 есе көп, ал табиғи газ үшін тіпті 4-5 есе көп төлеуге мәжбүр екендігі атап өтілген. Ондай жағдай европалық өнеркәсіптің бәсекеге қабілеттілігіне ғана емес, сонымен бір жоғары салықтар мен алымдардың пайда болуына да әсер етеді. Бұл жағдайдан қарапайым азаматтар көбірек зардап шегуде. Орта мерзімді перспективада декарбонизация электр қуатын сенімді әрі арзан таза энергия көздеріне көшіруге көмектеседі. Бірақ қазба отындары энергия бағасын қалыптастыруда ең болмағанда осы 10 жылдықтың соңына дейін басты рөл атқара береді, деп жазылған Драги баяндамасында. Егер декарбонизацияның пайдасын соңғы тұтынушыларға жеткізудің жоспары болмаса, энергия тасымалдаушылардың бағасы экономикалық өсімге қысым көрсетуді жалғастырады баяндамада. Сонымен қатар Евроодақ әлі де жел турбиналары, электролизерлер және төмен көміртегі отын сияқты таза технологиялар саласында әлемдік көшбасшы болып табылады. Бірақ Қытай тарапынан бәсекелестік күшейіп келе жатқаны да мойындалады. Қытайлық компаниялар өз үкіметінің өнеркәсіптік саясатына және тұрақты субсидиялар түріндегі қолдауға сүйене алады. Баяндамаға сәйкес, Қытайға тәуелділікті арттыру декарбонизация мақсаттарына қол жеткізудің ең арзан әрі тиімді жолы болуы мүмкін. Алайда мемлекеттің қолдауымен күшейген қытайлық бәсекелестік Евроодақтың таза технологияларына және автомобиль өнеркәсібіне қауіп төндіруде. Бұл жағдай қауымдастықты дилеммаға әкеледі. Ғаламдық жылынумен күрес пе, әлде Евроодақ елдерінің экономикалық дамуы ма? Баяндама бұл мәселені айқын шешудің орнына түсініксіз ұрандармен айналып өтеді. Декарбонизация біздің планетамыз үшін қажет, бірақ оның Европа үшін өсім көзіне айналуы үшін энергетика өндіру салаларын және декарбонизацияны қолдайтын таза технологиялар мен автокөлік өндірісі сияқты салаларды қамтитын ортақ жоспар қажет, деп түйінделген баяндамада. Бұл сөздер әдемі естілгенімен нақты әрекеттерге нұқсамайды. Драги баяндамасында Евроодақтың негізгі экономикалық дертінен болашақта күшеюі мүмкін қауіптерге көшу байқалды. Бұл қауіптер тізімі геосаяси күйзелістердің
өсу қаупінен басталады. Соғыстар мен қақтығыстар ұзақ мерзімді инвестицияларды жүзеге асыруға кедергі келтіреді. Халықаралық саудаға тосқауыл болады және ақырында жеткізілім түзетулерінен бұзуы мүмкін. Европа мұндай оқиғалардың салдарына ерекше осал, өйткені ол табиғи ресурстарға бай емес. Ол қазба отын мен жоғары технологиялық өнімдерді өндіру үшін қажет сирек кездесетін металдарды, соның ішінде литий ионды батареяларды жасауға қажет литийді импорттауға мәжбүр. Сондай-ақ біз цифрлық технологияларды импорттауға да тәуелдіміз. Микросхема өндірісіне келсек, жартылай өткізгіштерді өндіру бойынша әлемдік қуаттардың 75-90% Азияда орналасқан деп атап өтеді баяндамада. Бұл европалық экономика үшін жеткізілім жолдары үзілген немесе жеткізілім тізбектері бұзылған жағдайда апат қаупін төндіреді. Сондықтан Евроодақтың тұтастығына, стратегиялық шикізатқа қол жеткізуге және әскери әлеуетін дамытуға инвестиция салу қажет. Бұл ресурстар шектеулі болып, басқа салаларға қажет болып тұрған уақытта өте үлкен шығындарды талап етеді. Бұл өз кезегінде қамтуды даму мен қауіпсіздік қайсысын басымдыққа айналдыру керектігі туралы және екеуін де қамтамасыз ету жолдарын іздеуге мәжбүрлейді. Қарулы күштерді нығайту саласында келісілген күш-жігер мен тығыз ынтымақтастық қажет. Көрнекті дерек, одақ қорғанысқа жылына шамамен 200 миллиард евро жұмсайды. Бұл қаржы қару-жарақ сатып алуға, жалақы төлеуге, өмір сүруге, қажетті шығындарға, сондай-ақ зерттеулер мен әзірлемелерге жұмсалады. Тек ақш-қа ғана бұл мақсаттарға одан да көп қаражат бөлінеді. Соған қарамастан, Европа әлде қорғаныссыз болып көрінеді. Ескі құрлықтардың әлемдегі позицияларын капитал нарығында бөлшектенуі, шамадан тыс бюрократиялық реттеу және экономикалық саудаға үйлестірудің болмауымен әлсіреп отыр. Егер бұл әлсіз жақтарды ақш пен Қытайдың экономикалық жағдайымен салыстырсақ, ескі құрлық үшін жалпы көрініс одан сайын күңгірт бола түседі. Дегенмен, Евроодаққа мүше елдерде әлі де экономикалық, технологиялық және демографиялық тұрғыдан үлкен әлеует бар екенін ұмытпауымыз керек. Жалпы Европада бұл қауіптерді жеңуге және байлық пен дамуымен әлемді қайта таңғалдыруға жеткілікті құралдар бар. Ең бастысы проблема дұрыс саяси шешімдердің қабылданбауы, өзгерістерге ілесе алмауы және бастапқыда дұрыс болып көрінген стратегиялардың уақыт өте келе тек қағаз жүзінде қалып қоюы. Бұған көз жеткізу үшін өткенге көз жүгіртіп, үлкен өзгерістердің ең айрықша үрдісін талдау қажет. Біреуі бірнеше мемлекеттік құрылымдардан тұратын әлемдік державаға қатысты, ол жаһандық экономикалық және саяси үстемдігін сақтап қалу үшін мүмкіндігін өз еркімен жойды. Екіншісі, Европалық одақтың соңғы ширек ғасырдың өзгерістермен байланысты болды. Алдымен өз қателіктерінен ұтылған империя Ұлыбританиядан бастаймыз. Бұрынғы шығармалардың бірінде біз британдық туралы айтқан болатынбыз. Дегенмен, ол құлдыраудың жарқын әрі жақын мысалы болғандықтан оның егжей-тегжейлі құрастыру керек. Ұлыбританияның қуатының шарықтау шегі ретінде 1850 жылдағы атауға болады. Дегенмен, ол сол кезден бастап империяның аумағын екі есеге ұлғайтып, жаңа аумақтарды бағындыра алды. Мәселен, 1920 жылы аумақтық теңеуінің шарықтау шегінде империяның аумағы 21 миллион шаршы шақырымнан асып, онда жарты миллиард адам өмір сүрді. Олар шамамен 120 доминионнан, колониялардан және мандаттық аумақтардан тұратын күрделі жүйеде өмір сүрді. Олардың барлығы Букингем сарайында тұратын монархқа формаларды түрде бағынатын. Адамзат тарихында бұрын-соңды және одан кейінде бүкіл әлемге бір ғасырдан астам билік жүргізіп, әлемдік тәртіп орнатқан осындай үлкен әрі ықпалды империя болған емес. Британ империясының бірегейлік 1850 жылы Ұлыбританияның өзінде әлем халқының небары 1,8% ғана өмір сүріп, аумағы құрлықтың жалпы көлемінің 0,16% ғана құрағанымен ерекшеленеді. Солай
Олай бола тұра, бұл аз ғана топ, әлем аумағының 1/4 және жер шарындағы халықтың 1/3 билеп тұрады. Алайда 19 ғасырдың ортасынан бастап, империя өз аумағын ұлғайтуды жалғастырғанмен, барған сайын тік құлдырауға ұшырай бастады. Ол екінші дүниежүзілік соғыста жеңімпаз атанғанмен, соғыстардан кейін империя ыдырап кетті. Өйткені Ұлыбритания оны ұстап тұруға күш жетпеді. Бұл қалай болды деп сұрайтын болсаңыз, назарды екі ұғымға аударыңыз: технологиялық революция және бәсекеге қабілеттілік. Ұлыбритания өзінің таңғаларлық жетістігі үшін бірінші өнеркәсіптік революция кезінде пайда болған технологияларға және осы технологиялар негізінде жасалған құрылғыларға қарыздар болды. Ең алдымен бу қозғалтқышына Европаның шетінде орналасқан салыстырмалы түрде шағын арал әлемдегі алғашқы өнеркәсіптік державаға айналып, бұл әлеуетін экономикалық және әскери қуатын арттыру үшін пайдаланды. 1850 жылға қарай Ұлыбритания өз шахталары арқылы әлемдегі көмірдің 70%-ын өндіргенінен, ал жаһандық тоқыма және болат өнімдерінің жартысын британ фабрикалары өндіргенін мақтанышпен көрсете алады. Бұл көрсеткіштер барлық өнеркәсіптік өндірісті қамтыды. Британ империясы әлемдік өнеркәсіптің жартысын бақылауына ұстап, өзінің заманауи әрі қуатты екенін көрсетті. 1851 жылы өткен барлық халықаралық өнеркәсіптік көрмесі атты шара Ұлыбританияның сол кезде қуатын айқын көрсетті. Көрме жарты шақырым ұзындықта және 43 метр биіктікте салынған Хрусталь сарайында өтті. Ол Гайд-паркте өте қысқа мерзімде тұрғызылды. Темір жақтаушалар мен шыны панельдерінен құрылған бұл заманауи ғимарат сол дәуірдің символына айналды. Хрусталь сарайының көлемі мен заманауилығы 6 миллион туристке империяның ұлттылығына паш етті. Олар көрмеге Европаның түкпір-түкпірінен ағылды. Европалық басылымдардың хабарлауынша, көрерменнің ішінде ұлттар шайқасы заманауилық тақырыбында өрбіді. Көрмедегі 13 мыңға жуық студенттер 6146-сы британдық өнеркәсіпшілерге тиесілі болды. Русия және басқа да неміс мемлекеттерінен келген өнеркәсіпшілер екінші орында иеленіп, бар болғаны 1563 стенд көрсетті. Бұл көрсеткіштер әлемдік экономикада кімнің үстемдік етіп тұрғанын айқын бейнеледі. Дегенмен британдық стендтердің саны көп болғанымен, олардың ішінде көрермендерді таңғалдыратын немесе қуантатын ештеңе табылмады. Империяның өнеркәсібі жұртшылыққа бұрыннан таныс өнімдерді ұсынды, ал шетелден келген екі экспонат көрмеге ерекше назар аудартты. Оның бірі Эссен металлургиялық зауытының иесі Альфред Круп дайындаған туынды. Туристер 2 тонна салмақтағы ерекше берік болаттан өзекке және одан жасалған зеңбірекке таңдана қарады. Британдық компаниялар сол уақытта әлі де қола зеңбіректер құйып жатқанда, Круптың инновациялық жасағаны өзінің беріктігімен және оқ ату жылдамдығымен таңғалдырды. Дәл осындай қызығушылықты тек ақштан келген Самуэль Кольт тудырды. Оның фабрикасы 6 оқтық револьверді ұсынды. Сол уақытта Англияда жасалған қару бір рет оқ атуға ғана жарам деді. Кольт өз револьверінің бірін патшайым Викторияның күйеуі Ханзада Альбертке сыйға тартып, және Лондонда алғашқы америкалық фабрикасын ашты. Көп ұзамай компания британ армиясы мен флоттың офицерлеріне 23 мың револьвер жеткізу туралы келісім шарт қалды. Осылайша инновациялық Кольт британдық бәсекелестерін артта қалдыра бастады. Бұдан көп ұзамай Круптың мылтықтары да дәл осындай сұранысқа ие болды. Неміс болатының британдық болаттан басымды дәлелденді. Ол өз заманындағы стратегиялық өнім және маңызды құрылыс материалы болды. Болаттан рельстер, виадуктер, көпір аралықтары мен ғимарат қаңқалары жасалды. Сондай-ақ болаттан экономиканың маңызды элементтері, машиналар, кемелер, қару-жарақ және басқа да заттар өндірілді. Европадағы тұтынушыларға ең сапалы болатты Круп концерні өз инновациялық технологияларының арқасында ұсынды. Хрусталь сарайдағы көрмеден кейінгі жылдары британдық өнеркәсіптің инновациялық әлеуеті азайып, сонымен бірге оның сол уақытқа дейінгі артықшылығы да жоғала бастады. 1871 жылы Ұлыбритания әлемнің ең ірі державасы болып қала бергенімен, оның өнеркәсіптік өндірісі әлемдік көрсеткіштің тек
31,8% құрады. Осы арада ақш өндірісі көлемі бойынша 23,2%бен көшбасшыға жақындай түсті. Германия біріккеннен кейін әлемдік өндірістің 13,2%-ын иеленіп, үшінші орынға шықты, ал Франция 10,3 пен төртінші орында болды. Өзінің үстемдігі сақтау үшін Ұлыбританияға жаңа даму серпіндегі қажет еді. Бірінші өнеркәсіптік революция әкелген мүмкіндіктер өз мәресіне жеткен болатын. Лондонның қолында қалған мол қаржылық және адами ресурстар мен жаһандық нарықтарға қолжетімділікті ескере отырып, кезекті технологиялық революцияны экономикалық табысқа айналдыру қиын болмауы тиіс еді. Оның үстіне британдықтар бірнеше революциялық өнер табыстарға эксклюзивті қолжетімділікке ие болды. 1827 жылы конструктор Уолтер Хэнкок бірнеше бөлек камералардан тұратын жеңіл бу қазандығын патенттеген болатын. 2 жылдан кейін ол осы қазандықпен қозғалтылатын көлікті таныстырды. Ол 10 жолаушы мен олардың жүктерін тасымалдай алатын. Келесі 10 жылдықта Англияда пойыздарды пайдалану мүмкін емес жерлерде жолаушылар мен жүктерді тасымалдау үшін бу амнибустары пайдаланатын жүк тасымалдау компаниялары пайда бола бастады. Сол уақытта әлемнің ешбір жерінде мұндай автомобиль көліктері болған жоқ. Олар өндірісін коммерциялық табысқа айналдырған компанияларда болған емес. Осылайша бұл инновациялық технологияларға негізделген жаңа сала біртіндеп пайда бола бастады. 19 ғасырдың ортасында Ұлыбритания автомобиль өнеркәсібінің отанына айналудың азақ алдында тұрды. Осы жерде Драге баяндамасында Европа үшін автомобиль өнеркәсібінің маңыздылығы туралы айтылған бөлімді еске түсірейік. 20 ғасырда бұл өнеркәсіп ескі құрылықтың ең заманауи елдерінің дамуының негізгі қозғаушы күші болды. Ол олардың бәсекеге қабілеттілігін және инновацияларын анықтады. 1850 жылдары амнибус компаниялары өз көліктерін еркін әзірлеп, жетілдіруге мүмкіндік алды. Олар үшін тек бұл қозғалтқыштың жеңіл әрі тиімді қозғалтқыштың пайда болуын күту ғана қалған еді. Сол кезде британдық амнибустар бүкіл әлемді жаулап алар еді. Бірақ бұл болған жоқ. Неліктен? Себебі реттеу. Амнибус компаниялары пайда болған кезде британдық баспасөз бұл көліктің жаяу жүргіншілерге қауіп төндіретінін, жол жабындарға бұзатынын, ат жегілген арбаларды үркітетінін және басқа да зиян келтіретінін айыптай бастады. Бұл компанияның темір жол компаниялары және ат жегілген дилижанс пайдаланатын жүк тасымалдау компаниялары қаржыландырды. Олар әлі нарықты орнықпаған амнибус өндірушілерінен әлдеқайда көп қаржылық ресурстарға ие болды. Сондықтан саясаткерлер ықпалды лоббистер мен олармен байланысты газеттерінің жағына шықты. Нәтижесінде бұл амнибустарының жол қозғалысына қатысуына қатаң реттейтін заңдар қабылданды. Ең алдымен қалаларға кіру үшін төлем енгізілді. 1861 жылы жолдардағы жылдамдықты шектеу туралы заң қабылданды. Бұл заңға сәйкес амнибустар ауылдық жерлерде сағатына 10 миль, ал қалаларда сағатына 5 миль жылдамдықпен жүруі тиіс болды. Бұл шектеу амнибустың ат жегілген дилижанстармен бәсекелесе алмайтынын білдірді. Сол кезде саясаткерлер мен лоббистердің тағы бір керемет идеясы пайда болды. 1865 жылдың шілдесінде парламент Лорд Пальмерстон үкіметі әзірлеген локомотивтер туралы заңды қабылдады. Бұл заң бойынша әрбір амнибусты 3 адам басқаруы керек еді. Олардың бірі көлік құралының алдында жүріп, күндіз қызыл жалауша, ал түнде шам ұстауы тиіс болатын. Бұл заң әдетте қызыл жалауша туралы заң деп аталады. Былай деді: адам көлік қозғалысы кезінде оны жаяу түрде 60 ярд қашықтықта бастап озуы керек. Үнемі қызыл жалауша ұстап, шабандоздар мен машинистерді жақындап келе жатқан локомотив туралы ескертуі, машинистке тоқтау қажет болған кезде белгі беру және өтіп бара жатқан аттар мен арбаларға көмектесу қажет. Осы ережелерді бұзғаны үшін 10 фунт стерлинг айыппұл салынды. Бүгінгі бағам бойынша бұл шамамен 1000 фунт стерлингке тең. Осылайша жаңа заң амнибустардың негізгі артықшылықтарынан жылдамдық пен маневрлік қабілеттерін айырды. Бұл заң күшіне енген кезде амнибустар мен тасымалдау қызметін ұсынатын барлық компаниялар банкротқа ұшырады. Британ үкіметі елдегі автомобиль өнеркәсібінің пайда болуына кедергі келтіретін
Кейін 12 ай өткен соң 1867 жылдың сәуірінде Париждегі дүниежүзілік көрмеде Николаус Август Отто өзінің іштен жану қозғалғышын ұсынды. Ол әлі де жетілдіруді қажет ететін, бірақ бұл қозғалғышынан әлдеқайда жеңіл болды. Сонымен қатар ол көрмеден әлдеқайда тиімді және қолдануға оңай бензинмен жұмыс істеді. Іштен жану қозғалғыштың арқасында көлік құралдары әлдеқайда жеңіл болып, бұл қозғалғыштары бар аналогтарымен салыстырмағанда мобильді болды. Дегенмен алғашқы іштен жану қозғалғышты пайда болғаннан кейін, оны автомобильдерде қолдануға біраз уақыт қажет болды. Себебі Германияда сәйкес технологиялық шешімдер болмады. Конструкторларға Хэнкок пен бұл автобустарының басқа да жасаушылары кезіндегі қиындықтарды ескеруге тура келді. Ақыры 1885 жылы қазанда Карл Бенц өзінің алғашқы көлігін таныстырды. Ол ағылшын көлігіне қарағанда әлдеқайда кішірек және қарабайыр болды, бірақ іштен жану қозғалғышымен жұмыс істеді және заңды шектеулерден босатылды. Уақыт өте келе Германия қазіргі заманғы автомобильдің отаны болды. Дәл осы сала бүгінгі күнге дейін неміс экономикасының негізі болды. Немістердің артында американдықтар жаңа технологиялық революцияның пайдасын көре бастады. Онда Генри Форд бүкіл саланы өзгертетін қосымша даму серпінін жасады. Конвейер мен жаппай өндірісті ойлап табу жеткілікті болды. Содан кейін 20 ғасырдың алғашқы 10 жылдықтарында ақш-тың экономикалық дамуына ешкім ілесе алмады. Сонымен қатар, британдықтар 19 ғасырдың екінші жартысында локомотивтерінен, вагондарынан және повозкаларынан тамсана алды. Біріккен корольдік сол кездегі басқа революциялық технологиядан оңай бас тартты. Атап айтқанда 1856 жылы Генри Бессимер жасаған болат балқыту конвертінен 19 ғасырдың ең маңызды материалдарының бірі. Біз бұл туралы американдық реиндустриализацияға арналған эпизодта да көп айттық. Томастың ашылуы британдық болат зауыттарына қызығушылық тудырмады. Сонымен қатар, Бессимер өнер табысқа патентті локомотив дизайнері және американдық инженерлер қоғамының негізін қалаушы Александр Холлиден сатып алғанын анықталды. Шотландиядан келген эмигрант Эндрю Карнеги онымен құнды бағалау үшін серіктестікке кірді. Ол металлургия концернін құруға қаражат салуға дайын кәсіпкерлер тобын жинады. Ұлыбритания экономикасы бәсекеге қабілеттілігін жоғалтып, американдық және неміс инновацияларынан әлдеқайда артта қалған кезде, Ұлыбритания үкіметі отандық өнеркәсіптік әлсірету үшін көп жұмыс жасады. 50 жылдан астам уақыт бойы Ұлыбритания еркін сауданы ілгерілету үшін елден тыс елді тарифтік қадірлерді алып тастауға мәжбүр етті. Ол сондай-ақ баж салығын пайдаланудан бас тартты. Бұл британдық өнеркәсіптік өнімдерін жаңа нарықта ашты. Олардың саны мен арзандығы қайда барса да жергілікті өнеркәсіптің дамуын тиімді түрде тежейтіндігін білдірді. Мақсатты ел наразылық білдіруге тырысқанда, корольдік әскери теңіз күштерінің кемелері пайда болды және наразылық білдіруге деген ұмтылыс тез жоғалып кетті. Алайда 19 ғасырдың екінші жартысында жағдай түбегейлі өзгерді. Германия мен ақш-та өнеркәсіптік өндіріс тез өсті. Сонымен қатар, екі державада өз нарығын қорғау және отандық өндірушілерді қорғау үшін тарифтік кедергілерді көтерді. Екі державада Лондонның оларға қарсы зеңбірек саясатын қолдану үшін тым күшті болды. Еркін сауданы бұзбау үшін Лорд Солсбери үкіметі 1887 жылы парламент арқылы сауда белгілері туралы заң шығарды. Ол Британ империясының аумағында сатылатын барлық неміс тауарларына Германияда жасалған деген белгі қоюды бұйырды. Солсбери британдық тауарлардың соншалықты керемет екеніне аңғалдықпен сенді. Енді не істеп алатынын білетін тұтынушы оларды әрқашан таңдайды. Алайда ол британдық экономиканың технологиялық жағынан қаншалықты артта қалғанын түсінбегендіктен қатты қателесті. Тұтынушылар неміс өнімдерін сатып алуды жөн көрді. Өйткені олар жақсырақ болды. Ұлыбританиядағы еркін саудаға деген адалдықтың күшті болғаны соншалық ықпалды журналист Эрнест Эдвин Уильямс сияқты адамдардың сыни дауыстары толығымен оқшауланды. 1896 жылы ол протекционизм туралы бір қатар мақалалар жариялады. Олар кейінірек Германияда жасалған атты кітапқа жиналды. Онда ол бұл туралы ескертті. Дәйек сөз, біз қазір өз колонияларымызды және біртіндеп Германияның қолына өтетін тәуелді территорияларды бақылауда жоғалтып жатырмыз. Неміс тауарлары Үндістанға, Канадаға, Австралияға ағылшын тілімен бірдей шарттармен барады. Дәйек сөздің соңы
Уильямс талап етті. Шет мемлекет біздің тауарларымызды өз нарықтарынан алып тастайтын дәрежеде. Біз оның тауарларын өз нарықтарымызда да жазалауымыз керек. Алайда кезекті британдық үкіметтер басқа державалар одан бас тартқан кезде де еркін сауда доктринасын ұсынуды жөн көрді. Мысалы, Ұлыбритания шетелдік өнеркәсіптік тауарларға нөлдік баж салған сақтаған кезде Германия оларды бірінші дүниежүзілік соғысқа дейінгі тауарлар құнын 13%-дан кейін көтерді. Бұл ақш-пен салыстырғанда әлі де өте либералды саясат болды. Америкада бұл уақытта тарифтер 44%-ға жетті, және американдықтар әлемдегі ең үлкен өнеркәсіптік держава болу үшін барын салды. Олар өз мақсаттарына керемет стильде қол жеткізді. 1913 жылы ақш әлемдік өнеркәсіп өнімдерінің 35,8% өндірді деп айту жеткілікті. Германия 15,7% екінші, ал Ұлыбритания 14%-бен үшінші болды. Экономикалық маңыздылықтың төмендеуі империяның ыдырауы уақыты тез жақындап келе жатқанын білдірді. Бірақ оның жақсы ұйымдастырылғандығы соншалық, тек екінші дүниежүзілік соғыс бұл процесті желдете алды. Бұл арнаның арғы жағындағы кішкентай арал тұрғандығын геосаяси шедеврінің түпкілікті жойылуына әкелді. Ендігі үлкен өзгерістердің симптоматикалық процестерінің екіншісін бақылап көрейік. Ол үшін 100 жыл алға, 21 ғасырдың басына көшу керек. Британ империясындағыдай, біз бір тұтас мемлекетте, бір тұтас экономикалық организмде болмайтын орасан зор саяси және экономикалық құрылымды көреміз. Бірақ кейде ол осылай қабылданады. Бұл әрине тәуелсіз мемлекеттердің еркін қауымдастығы деп санауға тым интеграцияланған, бірақ бір тұтас мемлекет ретінде жұмыс істеуден әлі алыс. Европалық одақ туралы ұқсас сөздерді оның экономикасын сипаттау үшін қолдануға болады. Осылайша одақ бір кездері Британ империясы сияқты саяси және экономикалық құрылымдардың ерекше жиынтығы болып табылады. Ұқсастықтардан гөрі олардың арасындағы айырмашылықтар көп болғанмен, Европалық қоғамдастық оны жеңуге тырысып, болашағын қалай жоғалта бастағанын байқау қызықты. Айта кету керек, Европалық отандық саяси элитасы 1,5 ғасырлық британдықтарға қарағанда әлдеқайда ақылға қонымды болып көрінді, және ескі қателіктерді қайталауға мүлдем ұмтылмады. 20-21 ғасырлар тоғысында қабылданған шешімдер олардың инновация мен бәсекеге қабілеттіліктің маңыздылығын түсінетіндігін айқын көрсетті. Оларды жалпы Европаның болашағы үшін шешуші роль деп таныды. Мұның ең жақсы дәлелі Европалық кеңес 2000 жылы наурызда қабылданған Лиссабон стратегиясы. Лиссабон саммитінде мемлекет және үкімет басшылары өз мақсаттарын келесідей анықтады. Европалық одақ тұрақты дамуға, жақсы жұмыс орындарын құруға және әлеуметтік келісімді нығайтуға қабілетті білімге негізделген әлемдегі ең бәсекеге қабілетті және серпінді экономикаға айналуы керек. Сол кезде қабылданған Европалық парламенттің ресми хабарламасында айтылған. Алайда келесі 5 жыл ішінде Европалық комиссияның шығындары мен жаңа директиваларына қарамастан ақш пен Қытайды инновация саласында басып озудың орнына Европалық одақ барған сайын артта қалды. Бұл процесті дүниежүзілік зияткерлер меншік ұйымының ДЗМУ-ның жиынтық есептерінен байқауға болады. Лиссабон стратегиясын жүзеге асыру кезінде Европалық патенттік кеңеске берілген жаңа патенттік өнімдердің саны 2006 жылы шарықтау шегіне жетті. Сондай-ақ кейін 57 мыңнан астам жаңа өнімдер тіркелді. Содан кейін олардың саны 4 жыл қатарынан төмендеп, 2010 жылы 54 мыңға жетті. Сол жылы ақшта 490 мыңнан астам патенттік өнімін берілді. Қытайда 391 мың, Жапонияда 344 мың. ДЗМУ статистикасына сәйкес, Евроодақтың экономикасы жаңа технологияларды құру тұрғысынан оның ең үлкен бәсекелестеріне қарағанда 6, тіпті 10 есе аз инновациялық болды. Айтпақшы, бұл жағдай бүгінгі күнге дейін өзгерген жоқ. 2021 жылы Қытайда 1,5 миллионнан астам патенттік өтінім қабылданды. ақшта 591 мың, Жапонияда 289 мың, Оңтүстік Кореяда 237 мың, ал Европалық патенттік ведомствоға тек 188 мың өтінім берілді. Тіпті кішкентай Оңтүстік Корея одақтың барлық елдерін басып озғаны жалпы регрессияның ең жақсы дәлелі болып табылды. Сонымен бірге 2005 жылы
жылы Брюссельде Лиссабон стратегиясы жұмыс істемейтінін мойындады. Нидерландының бұрынғы премьер-министрі Уильям Вимкок Лиссабон стратегиясын талдауды тапсырған сарапшылар тобының төрағасы болып тағайындалды. Оның баяндамасы Драганың баяндамасына біршама ұқсады, өйткені онда бәрі жаман және бұл туралы бірдеңе істеу керек екендігі ашық айтылды. Сондықтан Еуропалық комиссия Еуропалық одақтың күш-жігерін екі негізгі міндетке күшті және тұрақты экономикалық өсуді қамтамасыз етуге және жалақысы жоғары жұмыс орындарын құруға бағыттай отырып, Лиссабон стратегиясы үшін жаңа бастама ұсынды. Арнайы түйіндемеде жаңа стратегияның негізгі міндеттері білім мен инновацияны ілгерілету, нормативтік құқықтық базаны жетілдіру және капитал қозғалысына кедергілерді жою болатынын атап өтті. Кейінгі жылдары бір нәрсе сәтті болды, бір нәрсе болмады. Екінші жағынан алдағы технологиялық революция саласында жетістіктер ақш, Қытай, Оңтүстік Корея, басқа шығыс жолбасшылары және тіпті Үндістан сияқты елдермен тіркеліп пайда тапты. Дербес компьютерлер мен ноутбуктерді өздерінің озық бағдарламалық жасақтарынан, интернетпен, смартфондармен, әлеуметтік желілермен және тағы басқа тараған сайын осы өзгерістерден алынған үлкен пайда Microsoft, Apple, Google және Amazon сияқты американдық компанияларға тарады. Көп ұзамай оларға Alibaba және Huawei сияқты қытайлық компаниялар, сондай-ақ оңтүстік кореялық Samsung және LG қосылды. Осы кезеңде Драганың есебін еске түсірейік. Европа сандық революцияны айтарлықтай жіберіп алды. Оның орнына инновациялық күш-жігер, бюрократиялық және реттеуші күштермен ауыстырылды. Ұлыбритания қызыл ту туралы заңның салдарынан ол енгізілгеннен бірнеше жыл өткен соң емес, 3-10 жылдықтан кейін сезіне бастаған сияқты. Европа жағдайында да солай болды. Бүгінде Евроодақ жасанды интеллекттің дамуын тежейді, және бұл ондаған жылдар бойы сезілетін болады. Мәселе мынада, одақ та, оған кіретін елдер де мұндай қажетті өзгерістерді жүзеге асыра алмады. Диагноз дұрыс қойылған науқас ауырады. Ауру дұрыс анықталған, бірақ емдеу тиімсіз болып шықты. Яцек Петровский өзінің Лиссабон стратегиясының сәтсіздік себептері атты зерттеуінде жазғандай, көңіл толмайтын нәтижелердің негізгі себептері мақсаттың болмауы, әрекеттердің ашықтығы және іске асырудың тиімсіздігі, сондай-ақ бизнес қауымдастықты стратегияны әзірлеуге және іске асыруға тарталмауы болды. Дәл осы тұжырымдар жасалған кезде Еуропалық кеңес келесі құжатты дайындады. Бұл алдағы 10 жылдыққа арналған Европа 2020 бұлыңғыр, сондықтан ешқандай пікірталас тудырмайтын стратегия болды. Ол күшіне енген кезде Евроодақ экономикасы үшін жаңа максимдердің идеялары қайтадан бәсекеге қабілеттілік пен инновацияны қалпына келтіру болып көрінді. Бірақ бұл жолы алдыңғы қатардағы климаттық саясатпен Лиссабон стратегиясы күшінде болған кезде ЕС мемлекеттер мен үкіметтерінің басшылары 2008 жылдың 12 желтоқсанында өткен Европалық кеңестің саммитінде климаттық және энергетикалық пакетті қабылдауға келісті. Олар өз елдерін 2020 жылға қарай 3-тен 20-ға дейінгі мақсатқа қол жеткізуді, яғни CO2 шығарындыларын 20%-ға азайтуды, энергетика тиімділігін сонша арттыруды және жаңартылатын көздерден электр энергиясына нарық сұраныстың кемінде 20%-ын қамтамасыз етуді тапсырды. Еуропалық комиссияға стратегиялық мақсатқа жету үшін жасалуы керек өзгерістерді анықтайтын директивалар әзірлеу тапсырылды. Сонымен бірге канцлер Ангела Меркель қамқорлығымен Еуропалық одақта түбегейлі өзгерістер болды. Лиссабон шартының ратификациялау процесі аяқталды. Ол ЕС-тің саяси ағзаға айналдырды. Онда Еуропалық комиссия шешім қабылдау және атқарушы билік процесінде маңызды функцияны орындай бастады. Қатысушы мемлекеттер вето құқығын қолдана алатын салалардың тізімі ең алдымен сыртқы саясат пен қауіпсіздік саясатына қатысты мәселелерге дейін қысқартылды. Бірауыздылық Еуропалық кеңес пен Евроодақ кеңесінде біліктілік көпшілік дауыспен ауыстырылды. Қазір ол Евроодақ саясатының басым көпшілігі, соның ішінде климаттың өзгеруі, цифрлық реттеу немесе бірыңғай нарық шешімдері бойынша шешімдер қабылдайды. Іс жүзінде бұл өзгерістер мүше мемлекеттерді Еуропалық кеңес қабылдаған және Еуропалық парламент мақұлдаған шешімдерді де одан кейінгі Еуропалық комиссияның директиваларын орындауға мәжбүрлеудің әлдеқайда кең мүмкіндіктерін білдіреді.
Одақтың жаңа даму стратегиясына тағы бір қадам Париждегі БУ-дың климат жөніндегі конференциясы болды. ақш президенті Барак Обаманың Германия мен Францияның қолдауымен 2015 жылдың желтоқсанында 195 ел парниктік газдар қалдықтарын түбегейлі азайту туралы келісімге келді. Кейінірек бұл құжатты Европалық одақ тез ратификациялады. Планетаның құтқару үшін барлық елдер көмірқышқыл газы мен басқа парникті газдар қалдықтарын азайту процесіне қатысуы керек еді. Бұл инновациялық технологияларға негізделген мүлдем жаңа жабдықты пайдалануды, энергетикалық жүйелерді нөлдік қалдықтарға ауыстыруды, автомобиль көлігіндегі революцияны қазба отынан бас тартуды және тағы басқа білдіреді. Бұл оны жүзеге асыру үшін қажетті құралдарды өндіретін және қамтамасыз ететіндерге арналған мүмкіндіктер терезесі болды. Триллион евро пайда әкелетіндіктен барлық күш-жігерге тұрарлық терезе. 2019 жылдың желтоқсанында Европалық комиссия Европалық кеңес Европалық жасыл мәміле деп аталатын жаңа стратегияны мақұлдады. Ол Евроодақтың ресурстарының ең жоғары көлемін жасыл елге ауысуға байланысты инвестицияларға қайта бағыттауды көздейді. Дәйек сөз, Европалық жасыл курс Европаны 2050 жылға қарай климатқа бейтарап континентке айналдыруды, экономиканы ынталандыруды, адамдардың денсаулығы мен өмір сүру сапасын жақсартуды, табиғатқа қамқорлық жасауды және ешкімді артта қалдырмауды анықтайды. Делінген Еврокомиссияның баспасөз хабарламасында. Европалық одақтың 2021-27 жылдар аралығындағы ұзақ мерзімді бюджетінде бұл мақсаттарға 1,8 триллион евроның 3/1 бөлігі бөлінді. Евроодақ елдері бірлесіп 800 миллиард евро қарыз алатын Next Generation EU уақытша қорыда құрылды. Содан кейін ұлттық қалпына келтіру жоспарларына енгізілген маңызды кезеңдер негізінен энергияның ауысуы мен қоғамның кедей топтарын қорғау шараларына қатысты болуы керек деп шешілді. Евроодақтың ұзақ мерзімді бюджеті экономикалық қалпына келтіруді ынталандырудың уақытша құралы Next Generation EU мен бірге Европада қаржыландырылған шаралардың ең үлкен пакетін білдіреді. Ағымдағы бағамен барлығы 2,18 триллион евро. Еврокомиссия 2021 жылы өз сайтында ұлы трансформацияға арналған маховик ретінде құрылған қаржы құралы туралы мақтанды. Екі негізгі мақсаты қойылды. Парниктік газдар қалдықтары 2030 жылға қарай 1990 жылғы деңгейден кемінде 55%-ға азайту және Евроодақтың 2050 жылға қарай климаттық бейтарап ету кезінде Евроодақ экономикасының қуатын қалпына келтіру. Осы мақсаттарға апаратын жол картасы 55-ке дейін деп аталатын директивалар пакетіне көрсетілген. Оның негізгі шараларын Европалық кеңес 2023 жылдың сәуірінде мақұлдаған. Алайда ол езде Европа экономикалық жарыста тек ақш-қа ғана емес, Қытайға да жеңіліп қалды. Климаттық саясатында қауымдастық сол кезде Дональд Трамп басқарған ақш қолдауынан айырылды. Мәселелердің тізімі мұнымен аяқталған жоқ. Ескі континент көші-қон және демографиялық дағдарыстарды қамтыды. Кейінірек COVID-19 пандемиясы пайда болды. Содан кейін бірден континенттің шығысындағы энергетикалық дағдарыс пен ауқымды соғыс болды. Ресей НАТОны Украинаның ықпал ету аймағына қайта оралу керек деп келісуге тырысып, алдымен қазба отындарын қысым құралдары ретінде қолданды. Тіпті қарулы шапқыншылыққа дейін табиғи газ бен мұнай бағасын көтеріп, Германия бастаған Евроодақ елдерінің экономикасына қатты әсер етті. Осылайша экономикалық маңдайда қауымдастықты одан тез құлдырауға ұшыратуы мүмкін жағдайлардың саны артты. Драганың баяндамасы мұны растады. Экономикалық майдандағы Европалық жасыл бағыт стратегиясының тиімділігін қорытындылау үшін одақтың ұлы трансформациясының маховиктері болуы тиіс. Экономиканың негізгі секторларын қарау жеткілікті. Қоғамдастықтың өркендеуі үшін әлі де маңызды болып табылатын автомобиль өнеркәсібі жағдайында соңғы жаңалықтар жаман немесе апатты болып табылады. Қыркүйек айының ортасында Европалық автомобиль өндірушілердің 15 ірі өндірушісі болып табылатын Азия ұйымына біріктірілген Европалық авто өндірушілер Европалық одақ институттарын шұғыл көмек шараларын әзірлеуге шақырды. Олардың айтуынша, олар жеңіл автомобильдер мен жеңіл жүк көліктері үшін CO2 қалдықтарын азайту бойынша жаңа талаптарды қаржылық тұрғыдан орындай алмайды. Бұл талаптар
2025 жылы күшіне енеді. Ішкі жануы қозғалғыштары бар автомобильдер өндірісі Евроодақта мүлдем тиімсіз болуы мүмкін. Әсіресе көлік сатылымы пандемияға дейінгі сатылымнан шамамен 18% төмен. Сонымен қатар одақта электромобильдердің сатылымы өсуде. Бірақ Қытайға қарағанда әлдеқайда баяу. Ағымдағы ережелер соңғы жылдары болған геосаяси және экономикалық климаттағы терең өзгерістерді есепке алмайды. Нақты оқиғаларға бейімделуге тән заңдылық автомобиль секторының бәсекеге қабілеттілігін одан әрі әлсіретеді деп ескертеді Асия өз сайтында. Мұны бүкіл Европада айнала бастаған жұмыс орындарының қысқаруы мен автомобиль зауыттарының жабылуының үлкен толқыны растайды. Volkswagen Group Германияда 30.000 жұмысшыны жұмыстан шығаруды жоспарлап отыр. Сонымен бірге ол Қытайдағы зауыттарына өндірістік қуаттылықты арттыруды қарастыруда. Француз, итальяндық, американдық Stellantis тобының итальяндық зауыттары 2024 жылдың 18 қазанында Туриндегі Fiat зауытында жұмыс орындарын қысқарту туралы хабарландыруға жауап ретінде жалпы ереуілге дайындалуда. Бұл Францияға да таралуы мүмкін деген алаңдатушылық бар. Онда автомобиль өнеркәсібіндегі жұмыс орындарының саны соңғы жылдары 289 мыңнан 175 мыңға дейін азайды. Ал бақта пайда болған болжамдар жақын арада 90 мың қызметкерге дейін қысқартылатынын айтады. Сондықтан 2024 жылдың көктеміндегі фермерлердің ереуілдері сияқты Европада ереуілдер мен наразылықтар толқыны болады деп күтуге болады. Европалық одақта автомобиль өнеркәсібімен не болып жатқаны фотоэлектрлі панельдер мен жел турбиналарды өндіру индустриясына әсер етеді. Осы саладағы компаниялар Қытай бәсекелестігімен жойылды. Электр аккумуляторының өндірісі мен шамамен 70% аспан асты компанияларының қолында. Бұл туралы біздің эпизодты қараңыз. Олар жергілікті бәсекелестікті жою арқылы европалық жасыл мәміледен пайда көрді. Осылайша Европалық одақ жоспарлағандай парниктік газдар қалдықтарын азайтуға және қазба отындарына бас тартуға ықпал ететін және тіпті мәжбүрлейтін әлемдегі негізгі күшке айналды. Евроодақтың 55% дайын бағдарламасы бар, бірақ Қытайда BID, CAC, Geely немесе Salt және басқа да көптеген алып корпорациялар, сондай-ақ оларға көптеген субсидиялар мен салық жеңілдіктерін беретін үкіметтер бар. 2013-2023 жылдар аралығында Евроодақ пен Қытайдың сауда балансының тапшылығы 2013 жылғы 104 миллиард евродан 2022 жылы 397 миллиард евроға дейін өсті. Бұл 10 жылдықтағы ең жоғары көрсеткіш. 2023 жылғы Евростаттың мәліметтері бойынша теңгерімсіздік 291 миллиард евроға дейін төмендегенде біршама жақсару байқалды. Бірақ бұл әлі де Европадан жыл сайын 300 миллиард евро жүзетінін білдіреді. Мұндай жақсарту тенденцияны өзгеруі туралы айту үшін өте аз. Бұл ауызекі тілде байқалатын Европадан орта патшалыққа дәйекті түрде кетуін білдіреді. Бір кездері Британ империясының байлығы жоғары тарифтерді сақтаған қарсылас державалары қарай баяу ағып жатқан сияқты. Сонымен қатар, Драгидің баяндамасына атап өтілгендей, Евроодақ елдері экономикалардың бәсекеге қабілеттілігін арттыруға мүмкіндік беретін жаңа технологияларды жасайтын жаңа стартаптар Америкаға көшуде. Тұтастай алғанда, бұл Европалық одақтың қазіргі жағдайы. Тез өсіп келе жатқан Қытай мен Америка құрама штаттары арасында олар өздерінің экономикалық басымдықтарын сақтау үшін күресуде. Лиссабон стратегиясының фиаскосының қайталануы бұрышта екені анық. Бізде тіпті Вим Коктың 2005 жылғы есебіне ұқсас есеп бар. Мәселе мынада. Бұл жолы сәтсіздіктің салдары әлдеқайда драмалық және тіпті Европалық одақтың өмір сүруіне қауіп төндіруі мүмкін. Өйткені экономикалық күйреу мүше елдер ішіндегі әлеуметтік шиеленісті және олардың арасындағы қақтығыстарды тудырады. Бұл бүкіл қауымдастықты іштен бұзуы мүмкін. Сондықтан Евроодақ экономикасының бәсекеге қабілеттілігі мен инновациялығын мүмкіндігінше тезірек арттыру қажет. Барлық мәселе мұны қалай жасау керек? Ақпан айында Драги баяндамасы шыққанға дейін Европалық одақ елдерінің қаржы министрліктерінің басшылары Гете Евроодақ экономикасын әлсірететін мәселелерді талқылау үшін кездесті. Олардың пікірінше, бәсекеге қабілеттіліктің жоғалтуының
басты себебі. Америка құрама штаттарымен салыстырғанда Европалық одақ іс жүзінде қауымдастық емес, әртүрлі елдердің бөлшектеген блогы болып табылады. Бұл блок созылмалы, аз инвестициялаудан халықтың тез қартаюынан зардап шегеді және 31 жылдық біртұтас нарыққа қарамастан жұмыс күшінің, капиталдың және тауарлардың еркін қозғалысына қатысты күрделі мәселелерге ие. Тұтастай алғанда, Брюссельдегі билеуші элиталар біртұтас европалық экономика туралы ойлайды және айтады, бірақ ол туылғанда дейін әлі алыс. Сонымен қатар инвестиция салудың орны Евроодақ капиталының жоғалтады. Өйткені жыл шамамен 330 миллиард евро, өйткені европалықтар өз жинақтарын шетелде, көбінесе ақш-тың әлдеқайда үлкен қор нарығында орналастырады. Сондықтан Генттегі министрлер қатысушы елдер арасындағы қалған кедергілерді жойып, ондағы нағыз біртұтас нарыққа айналдыруды ұсынды. Дәйек сөз, біз компанияларға, әсіресе тезірек өскісі келетін шағын компанияларға тиісті қаржыландыруға қол жеткізуді қамтамасыз етуіміз керек, деді Гентте Евротобының төрағасы, қаржы министрі Паскаль Донахью. Алайда Евроодақтың бірлескен капитал нарығын құруды Берлин бұғаттайды. Ол Германияның Евроодақтағы артықшылықтарын оның қаржылық ресурстары есебінен жоғалтудан қорқады. Драганың есебіне сәйкес, басқа үш бағыт маңызды. Атап айтқанда, Евроодақ пен ақш пен Қытай арасындағы инновациялық алшақтықты жою, декарбонизация мен бәсекеге қабілеттілікті арттырудың әмбебап жоспарын құру, қауіпсіздікті арттыру және негізгі шикізат пен технологияларды сыртқы жеткізулерге тәуелділікті азайту. Бұл міндетті шешу одақтың бәсекеге қабілеттілігі мен экономикалық өсімін қалпына келтіруге мүмкіндік береді деп болжауда. Бұған қалай қол жеткізуге болады? Құжаттың егжей-тегжейлі бөлігінде талқыланды. Онда Европалық комиссияның жол картасы болып табылатын ұсыныстары бар. Сондықтан оларды директиваларға енгізе алады. Осыған байланысты сұрақ туындайды. Экономикалық өсу, үзіліссіз өнеркәсіптік өндіріс пен капитал бірінен соң бірі ескі континенттен кетіп, Европалық одақтың оңтүстік елдерге қарызға батып бара жатқан жағдайда осындай өршіл мақсаттарға жету үшін қаражат қайдан келеді? Драганың баяндамасына құтқару, қалпына келтіру және тұрақтылықты арттыру жоспарларын қаржыландыруға мүмкіндік беретін Евроодақтың қарыздық міндеттемелерін шығару бағдарламасына көрінді. Бұл энергетикалық ауысуды субсидияларға және өнеркәсіптік қолдауға жылына 750-800 миллиард евро бөлуге мүмкіндік берді. Бұл Қытай бәсекелестігіне қарсы тұруға мүмкіндік берді. Дәл осындай әрекеттер пандемиядан зардап шеккен қоғамдастық елдерінің қалпына келуіне көмектесу керек екенін ешкім есіне алмайды. Сонымен қатар комиссия бүкіл механизмді Евроодақтың әлсіз елдеріне өз билігін кеңейту құралы ретінде пайдаланды. ИВФ жоспарларын құру рәсімдерінде басталды. Төлемдер кешіктірілді. Нәтижесінде ақшаның едәуір бөлігі дамудың стратегиялық мақсаттарына ешқандай қатысы жоқ етіп қайта бөлінеді. Драга жоспарын жүзеге асыру басқа болатынын кепілдік жоқ. Сонымен қатар, Берлин одақтың одан әрі бірлескен қарыздары туралы ештеңе естігісі келмейді. Бұл идеялар Германияға зиян тигізеді, өйткені олар Германия үшін үлкен жауапкершілік қаупін білдіреді, деді қаржы министрі Кристиан Линднер азаларға берген сұхбатында. Баяндамада ұсынылған таңдамалы протекционизмге де қатысты. Бұл президент Трамптың ақш-тың қытайлық өнеркәсіптік тауарларға баж салығы қазіргі уақытта оның мерзімінің басындағыдан 6 есе жоғары екендігіне қол жеткізген әрекетін қымбаттатады. Президент Байден оларға одан да көп, соның ішінде қытайлық электромобильдің 100% тарифін қосты. Сол сияқты Европада өз нарығын қытайлық экспансиядан қорғауға тырысуы мүмкін. Алайда тарифтердің өсуі екінші жағынан ұқсас жауапты білдіреді. Сонымен қатар, Германия соңғы 2 жылдықта негізінен Қытаймен еркін сауданың арқасында экономикалық өсуді көрсетті. Евроодақ өзін қорғау үшін протекционизмді қажет етеді, бірақ Берлин тәуекелге бара алмайды. Бұл жағдайды қытайлық электромобильдерге баж салығы төңірегіндегі қақтығыс жақсы көрсетеді. Берлин Европалық комиссияның қытайлық электромобильдерге және олардың одаққа импортталуына белгіленген тарифтердегі енгізу жөніндегі әрекеттерін тоқтату үшін бәрін жасауға тырысады. Қарапайым тілмен айтқанда, Америка құрама штаттары бұрыннан істеп келе жатқан нәрсені жасаңыз. Бірақ бұл мәселеде 4 қазанда Еврокомиссияның ұстанымын Франция және тағы 9 ел, соның ішінде Польша қолдаған кезде серпіліс болды.
Германия қарсы болды, бірақ тек 4 елдің, соның ішінде Венгрия, Орбанның қолдауына ие болды, ал 12 ел қалыс болды. Бұл Берлиннің қарсылығын бұзу үшін жеткілікті болды, және комиссия Европалық нарықты қытайлық электромобильдерден қорғай отырып, 2024 жылдың қараша айының басынан бастап 5 жылдық тарифтерді енгізу мүмкіндігіне ие болды. Осылайша Драга баяндамасының ұсыныстарының біріншісі өмірге келе бастады деп айтуға болады. Алайда бұл перспективалы қорғаныс рефлекс Европалық отандық алдында тұрған мәселелерге аз әсер етеді. Баяндама авторлары сыни деп санайтын олардың біреуін ғана қарастырайық. Европада инновациялық технологиялар негізінде өскен ірі компаниялардың болмауы, бүгінгі күні олардың пайда болуы мүмкіндігі жоқ. Неліктен нарықтық құны 769 миллиард долларға бағаланған Tesla электромобилі өндірушісінің мысалында айқын көрінеді. Бұл Ferrari, Porsche, Mercedes, BMW, Volkswagen және Stellantis-тен 2 есе көп. 2 өнертапқыш негізін қалаған компания 2004 жылы Илон Масктың қолына өтті. Ол бастапқыда оған небәрі 6,5 миллион доллар инвестициялады. Осыдан кейін ол миллиондаған, содан кейін миллиардтаған қаражат құйып, қалтасына емес, басқа инвесторлардан алынған акцияларды шығарып, болашақта жомарт пайда келді. 2018 жылға дейін Tesla шығынға ұшырады. Бірақ бірнеше жыл бұрын президент Барак Обама елдегі жағдай туралы сөйлеген сөзінде сайлаушыларға жақында американдық жолдарда миллиондаған электромобильдер болады деп уәде берді. Содан кейін ол 2,5 миллиард долларлық салық жеңілдіктерін дайындады. Оны негізінен Маск жеңіп алды. 10 жылға жуық уақыт бойы олар Маск беріп Тесланың өмірін сақтап қалды. Осылайша олар әлемдегі ең ірі компаниялардың бірі құрды және энергетикалық революция үшін маңызды технологияларды жасады. Ұқсас даму моделін бүгінде OpenAI әзірлеушісі ChatGPT мысалында байқауға болады. Оның 2024 жылғы 3,7 миллиард долларлық кірісі оның шамамен 5 миллиард долларлық шығынды сөзсіз көрсететінін білдіреді. Бірақ бұл проблема болмауы керек, өйткені қаржы нарығы OpenAI-ге қуанады және оны 80 миллиард долларға бағалайды. Болашақта жомарт пайда күтеді. Европалық одақ шекарасында жаңа технологиялық корпорацияның дүниеге келуінің осындай жолын қайталауы мүмкін емес. Капитал нарықтары жойылды. Инвесторлар көріпкелдерге ақшқа көшкеннен кейін ғана сенеді. Ал Еврокомиссия ішкі нарықтарда ірі монополиялардың пайда болмауын қатаң қадағалайды. Тесланың немесе Кремний алқабының технологиялық алыптарын еске түсірейік. Америкалықтар өздерінің федералды экономикалық саясатын орталықтары географиялық тұрғыдан белгілі бір кластерлерде Калифорнияда, Техаста немесе шығыс жағалауында орналасқан осы компанияларды қолдау үшін пайдалана алады. Теориялық тұрғыдан одақ дәл осылай жасай алар еді, бірақ бұл континенттің ең дамыған аймақтарын кедейлер есебінен қолдауды білдіреді. Ал одақтың бүкіл тұжырымдамасы теңсіздік жоюға негізделген. Ішкі сенім дәрежесі де шешуші рөл атқарады. Сонымен қатар ең қарапайым болып көрінетін постулат сыртқы саясат сияқты маңызды салалардың бірауыздылық принципін жою арқылы саяси интеграцияны күшейту ештеңе бермейді. Ірі мемлекеттер қауымдастығындағы түпкілікті үстемдік оның экономикасы мен инновацияларының бәсекеге қабілеттілігін арттыруға ықпал етпейді. Бұл Париж бен Берлин арасындағы қақтығыстың шиеленісуіне байланысты. Франция ақштың үлгісіне сүйене отырып, өз саласын импортқа баж салығымен қарғағысы келеді. Ал Германия еркін сауданы қалайды. Осылайша Драганың баяндамасының ең үлкен әлсіздігі бұл шындықты ескірмейді және оның негізгі диагнозы жоқ. Атап айтқанда ол әлі де негізгі сұраққа жауап бермейді. Неліктен 21 ғасырдың басынан бастап интеграцияның күшеюімен елдердің экономикасы қауымдастықтар біртіндеп бәсекеге қабілеттілігін жоғалтады. Өйткені олар бұрын ақш пен Жапония экономикаларын ілесе алатын. Неліктен барлық керемет стратегиялар өз болжамдарында дұрыс болғанмен мүмкін емес болып шықты. Одақтың өзін-өзі жою гені оның ДНК кодына енгендей әрекет етуіне не себеп болады? Бұл оны экономикалық күйреу нәтижесінде ыдырауға әкелуі мүмкін бе? Британ империясы оның экономикасы басқа державалармен салыстырғанда тым ескірген және бәсекеге қабілетсіз болған кезде ыдыраған сияқты. Бұл сұрақтарға жауап Европалық одақты өзіне деген сенімділікке ие болып, үлкен өзгерістер кезеңінен өте алатындай етіп өзгертудің дұрыс жолын табуға мүмкіндік береді. Бірақ бұл жауап алынады ма? Жоқ па, оны әлі ешкім білмейді. Бұл ақпарат Good Times, Bad Times каналынан алынған.